Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ас адамның арқауы, дыбыстар мен әріптер. Сабағымыздың мақсаттары тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту, берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту, сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Ал балалар, дыбыс дегеніміз не? Есімізге түсіріп көрейік. Жақсы. Келесі сұрақ, әріп дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Дыбысты біз естиміз және айтамыз. Ал әріп көреміз және жазамыз. Яғни әріп дегеніміз дыбыстың таңбасы. Ал балалар, дыбыс пен әріптің не екенін есімізге түсіріп болсақ, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздың 3-ші бетін ашып, Әли мен Мерейдің әңгімесіне назар аударайық. Әли, менің таңғы асты ішкім келмейді. Ботқаны тіпті жегім келмейді. Оның орнына тәтті тоқашпен, кәмпитпен шай ішкенді ұнатамын. Мерей, таңғы асты ішпеу дұрыс емес. Мен таңертең анам дайындаған ботқаны үнемі жеймін. Әртүрлі шырын ішуді ұнатамын. Анам маған сабақты жақсы оқу үшін дұрыс тамақтану керектігін айтады. Меніңше дұрыс тамақтану деген өзің қалаған тағамды тойып жеу деп ойлаймын. Ал балалар, сендер қалай ойлайсыңдар?